Мен Рыстай Айзере, Проэко экологиялық жобалар конкурсының қатысушысы, мектебімнің жасыл толқын экологиялық еріктілер тобының мүшесі. Сіздерге таза қала сізден басталады видеоролигімді ұсынамын. Таза болса айналаң, көңілің тоқ, лас жерде береке жақсылық жоқ. Қоқысты тастамауда әдет қалсаң, бойыңда мәдениеттің ұшқыны көп. Көшелер қаламыздың күре тамыры, тазалық денсаулықтың зор тамыры. Өзіңнен бастасаң егер осы істі, орындалар халқыңның ағарманы. Табиғат анамыз ғой аялаған, жақсысын бізден ешбір аямаған. Пластик пен қоқысты жинап жүрсек, жер ана жатар еді жарқыраған. Біз күнделікті таңертең терезеге қарағанда не көргіміз келеді? Сұр түтін, шашылған қоқыс па, әлде таза көше мен жасыл желек пе? Таза қала әрбіріміздің ортақ үйіміз. Табиғатымызды қорғай отырып, жарқын болашаққа қадам жасаймыз. Бірақ бізді қоршаған ортаның қазіргі жағдайы алаңдатарлық күйде. Қоқыстар, құрғаған ағаштар, күтімсіз қалған жерлер. Бұл жағдайды өзгерту өз қолымызда. Қараңыздар, бұлақ шұбылақ болашағы. Әрбір отырғызған көшет, әрбір реттелген гүлзар табиғатқа деген шексіз құрметтің белгісі. Өз мектебімізді гүлдендіру арқылы бүкіл ауылға үлгі көрсетіп келеміз. Тазалық пен сұлулық осы жерден басталады. Ауылымызды көркейту және көгалдандыру болашақ ұрпақ үшін маңызды қадам. Оқушылар мен еріктілер табиғатты қорғау жолында аянбай еңбек етуде. Мектеп тәжірибе учаскесінде өсірілген жас көшеттер ауылымыздың жасыл аумақтарын кеңейтуде. Экологиялық акциялар қоғамды біріктірудің ең тиімді жолдарының бірі. Бұл шаралар болашақ ұрпаққа таза табиғатты сыйлауға мүмкіндік береді. Еріктілер тобы жағажайлар мен су айдындарының тазалығын сақтау үшін экологиялық акцияларға белсене қатысуда. Әр жиналған пластик пен қоқыс табиғатқа жасалған үлкен көмек. Гүлзарлар ретке келтіріліп, ауылымыз жасыл желекке орануда. Біз әрбір көшетті аялы алақанымызбен баптап, әрбір талдың тамыр жаюына жауапкершілікпен қараймыз. Біз қоршаған ортаның тазалығына бей-жай қарамайтын еріктілерміз. Біздің мақсатымыз ауылымызды, мектебімізді таза, жасыл, әрі жайлы ету. Мен сіздерді қоқысты тек жәшікке тастауға, дүкенге барғанда мата сөмке алуға, табиғатқа шыққанда өзінен кейін тазалық сақтауға, тазалық жұмыстарына белсене қатысуға шақырамын. Үлкен өзгерістер кішкентай істерден құралады. Әрбір күн табиғат үшін сынақ. Қоқыстар мен қалдықтардың көлемі артып келеді. Бірақ бұл жағдайды өзгерту біздің қолымызда. Әр әрекет маңызды. Табиғатқа қамқорлық жасау келер ұрпаққа жасалған сый. Таза болашақты бірге құрайық. Таза қала сізден басталады.